Мен Сәттілік орта мектебінің 5-ші сынып оқушысы Анығап қызы Елдана. Мен Фариза Оңғарсованың «Дүние бос қалды ғой сен кеткелі» өлеңін жатқа айтатын боламын. Ең алдымен Фариза Оңғарсова апамыз жайлы кішкене мағлұмат беріп өтейін. Фариза Оңғарсова апамыз қазақ ақыны, халық жазушысы, журналист, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 1-ші және 2-ші шақырылымының депутаты болған кісі. Дүние бос қалды ғой сен кеткелі, күлегеш достары ғой жер-көктегі, ешбірі өзіңдей боп жүрегімді шаттықтан не қайғыдан кернетпеді. Ұйқыдан сен деп аштым жанарымды, сенделдім, белден астым дарашыңды. Көңілім құздан құлап жүрмін ессіз, жаутаңдап жетім қалған бала құрлы. Жүремін асқақ басып жанымды, сол мұңнан мүмкін емес арылмағым. Сезсең де сезім келмей жүрсің бәрін, ал менде біле гөр деп жалынбадым. Қақшиып жүрген болам, күлген болам. Сенім жоқ түнгі аяз, түндер боран. Оны тек сен білесің, мен білемін, оқшы деп кірістірсем. Кімдерді оған қаптаған жан күйімді мұнар мынау мен үшін. Аспан жер тұман қырау, өзімді білсем егер өзіңді мен ешқашан жек көре алмайтын шығар мынау.